Үйленбей тұрып қайсына тисем екен деп жігіт таңдайсың ғой. Біреуінің түр әдемі жағдайы бар, бірақ та үйдің кенжесі әке-шешесімен тұрады екен дейік. Біреуінің бойы ұзын, жақсы жерде жұмыс істейді екен, бірақ романтикадан дым жоқ екен, сені қыдыртпайды екен дейік. Біреуін таңдап тиіп алғаннан кейін екіншісі сенің мүмкіндік шығының болады. Үйленіп декретте жүріп бала шаға жинайсың, бойдақ подружкаңа қарасаң күнде қыдырыс өзімен өзі жүрген, сол сен қызыққан дүние, о да сенің мүмкіндік шығының. Сенің бала шағаң, отбасылық өмірің, о да сенің подружкаңның көзіндегі мүмкіндік шығыны. Өміріміз таңдаудан тұрады ғой. Бірінші таңдау жасағанда екінші таңдаудың саған алып келетін мүмкіндіктері сол шығын болып есептеледі. Университет оқып жүріп 4 жыл уақытын босқа кетіп оқығанша жұмыс істей беру керек еді. Немесе 11-ден кейін бірден жұмыс істеп кетіп, баяғыда уақыт бар кезде оқып алу керек еді, диплом алып, дегендегі аузымызда жүрген әттеген айып, баяғыда үйту керек еді, бүйту керек еді, бүйтіп жүретін бедім, үйтіп жүретін бедім дегеннің бәрі сол мүмкіндік шығыны деп айтамыз. Бұл не үшін керек бізге? Іс біткеннен кейін ойбу деп отыру үшін емес, таңдау жасайтын кезде қандай плюс, қандай минус болатынына алдын ала ойша болсын, істей болсын дайын болу. Бәріңізді люблю.